Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздермен D8Z каналы және де бүгін сіздерге айтып кететін торренттен ойын қалай тартады және де торрентті қалай тартады сіздерге айтып кетейін. Міне торренттен ойын тартып жатырмыз. Сіздерге айтып кетейін, кеттік. Ол үшін Google-ға немесе интернет социальный сетке жіберсіздер. Мен мысалы Mozilla Firefox-қа кірдім. Қазір осылай выкладка ашамыз и потом скачать торрент. Осылай скачаем торрент деп жазатын боламыз. Және де торрентті скачать өшірін скачать программу торрент деп шығады. Бесплатно дегенге кіресіздер. Осылай неде қазать кетейін. Өшірілерде последняя версия клиента торрент өшірден басып тартып аласыздар. Бля, Windows деген бар, осыдан тартып аласыздар. Сосын менде бар, қазір тартпай қойын. Ал бойында былай тартады. Скачать игры через торрент деген бар, соны басасыздар. Міне осы бірінші тұрған ойынға кіресіздер. Осылай кіресіздер. Міне егер керек ойынның үстін мысалға салайық, осын басасыздар да астына түсіру жағына барасыздар. Қазір айтып кетемін, скачать ететін жерін қайырға кет қалың. Міне что-то жоқ қой. Не оқат. Осылай мерден мысалы мынаны рейдфасты және де мерден оқып аласыздар. Және де мерден медиагеттен тартып алсаңыз да болады. Торренттен тартқан ыңғайлы және тез тартасыз. Осының үстінен бір басасыз, мерде пайда болады. Үшін толғаннан кейін мына жерден былай шығады. Сол кезінде оқты басып қай неде мысалға записи дегенге қоясыздар. Записи деген содан көп қойсаңыздар тез тартылады. Сіздермен болған D8Z каналға жазылыңыздар, каналыма лайк басыңыздар. Бәріңізге сау болыңыздар. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар.